Қайырлы күн, қымбатты көрермендер. Бүгін біз сіздерге диеталық көкөніс кабачкидің пайдасы мен зияны туралы айтып беретін боламыз. Роликті соңына дейін қарасаңыз, өте пайдалы рецепттер мен мүмкін болатын қарсы көрсетілімдері туралы білетін боласыздар. Кабачки өте пайдалы өнім. Оны күн сайын ешбір үрейсіз пайдалануға болады. Ересек дені сау адамға арналған тәуліктік норма 400-500 граммды құрайды. Кабачкидің кез келген түрі төмен калориялы көкөніс болып табылады. Оның негізгі массасы су мен клетчаткадан тұрады. Бұл көкөністі керемет диеталық тағамға айналдырады. Ұдайы қолданған кезде кабачки артық салмақтан және ас қорыту проблемаларынан құтылуға жақсы көмектеседі. Кабачкидің пайдалы қасиеттері. Құрамында магний мен калийдің көп болуына байланысты, кабачки жүрек қан тамырлары ауруларының, мысалы жүректің ишемиялық ауруы, аритмия және артериялық гипертонияның дамуына жол бермейді. Кабачкиде өрескел талшық өте аз. Соның арқасында олар асқазан ішек жолдары ауыратын адамдардың диетасына енгізілуі мүмкін. Сол себепті көкөністерді сәбилер де жей алады. Әдетте 6 айдан бастап диетаға пюре түрінде енгізуге болады. Құрамындағы талшық ішектегі микроорганизмдерді ісітіп, қоректендіреді, перистальтиканы күшейтеді. Кабачки қарт жастағы адамдарға да ұсынылады. Қарттар оны рационында күнделікті пайдаланған кезде, олар атеросклерозды алдын алады. Асқазан ішек жолдарының секрециясы мен моторлық қызметін жақсартады. Ас қорыту органдарына операция жасаған адамдарға көмектеседі. Сонымен қатар асқазан мен 12 елі ішектің жаралары бар қышқылдығы жоғары гастриттерді емдеу үшін жақсы қолданылады. Пектин қосылыстарының арқасында ол ағзаны токсиндер мен шлактардан тазартады. Жаман холестерин деңгейін төмендетеді. Сондай-ақ кабачкиді антибиотиктермен емдеу курсынан кейін тұтыну ұсынылады. Пектиндер асқазан ішек жолдарының микрофлорасын қалыпқа келтіреді. Олар белгілі бір ферменттерге бай, және бұл бауыр жұмысы бұзылғанда өте маңызды. Кабачки өт айдау процесіне ықпал етеді, ал бұл өт қабы ауруларын алдын алады. Несеп жыныс жүйесінде оң әсер етеді. Бүйрек пен қуықтың бұзылуымен байланысты ісінуді жеңілдетеді. Құрамындағы калий қалыпты тұз алмасуын және денеден артық тұздар мен сұйықтықтарды кетіруді қамтамасыз етеді. Бұл подаградан арылуға мүмкіндік береді. Кабачки шырыны ұйқының сапасын жақсарту және жүйке жүйесінің күйін жақсарту үшін ішіледі. Гүлдерінің қайнатпасы мен іріңді жаралар мен тері ауруларын емдеуге болады. Және көкөніс тұқымдары паразиттерге қарсы қасиетке ие. Сондай-ақ оларда лютеин мен зиаксантиннің жоғары концентрациясы бар. Осылайша олар көз ауруларын алдын алады және көру қабілетіне оң әсерін тигізеді. Денеде антиоксиданттардың құрамы бойынша кабачки тіпті жүзімнен де асып түседі. Тәулігінде кабачки бар бір тағамды жеу диетологтардың айтуы бойынша адамның салмағын кем дегенде 1 килограммға төмендетеді. Ал егер бұл процесте тәттілерден бас тартсаңыз, салмақ жоғалтудың әсері 3 есе арта түседі. Қант диабеті кезінде профилактикалық және сауықтыру мақсатында қолданылады. Калориясы төмен және гликемиялық индексі төмен болғандықтан қант диабетімен ауыратындар үшін таптырмас көмекші болып табылады. Калий пектинмен бірге қандағы глюкозаны қалыпқа келтіреді. Алайда қант диабеті үшін кабачкидің пайдасы өнімді буға пісірген жағдайда ғана болады. Ал ұзақ пісірілген немесе қуырылған көкөністердің гликемиялық индексі тым жоғары болғандықтан диабет кезінде мүлдем жеуге болмайды. Кабачкидің әйелдер үшін пайдасы. Кабачкидің құрамында етеккірдің соңғы тоқталуы кезінде гормоналды фонның күйіне оң әсер ететін заттары бар. Әйелдер үшін денеге эмоционалды және психологиялық жүктемені азайту үшін кабачкиді жиі қолдану ұсынылады. Ол веноздық тоқырау мен варикозды тамырларды алдын алады. Және де көкөністі үнемі тұтыну тырнақ пен шашты сау күйде ұстауға жақсы көмектеседі. Ерлер үшін пайдасы. Кабачки ағзадағы жаман холестерин деңгейін қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар өнімдегі темірдің едәуір мөлшері қан түзілуіне және жыныстық гормондардың түзілуіне пайдалы әсер етеді. Ал ер адамдардың репродуктивті жүйесі кабачкиді тұтынуды үнемі қажет етеді. Көкөніс бауырға пайдалы. Сонымен қатар егде жастағы ер адамдарда жүрек қан тамырлары патологиясының алдын алуға көмектеседі. Жүкті әйелдерге пайдасы. Кабачки А дәруменімен қаныққан, нәрестенің өсуі мен дамуына әсер етеді. Құрамындағы Б тобындағы дәрумендер зат алмасу процестерді қалыпқа келтіреді және қан тамырлары қабырғасының орталық жүйке жүйесінің жұмысын реттейді. Кабачкидегі кальцийдің көп концентрациясы болашақ аналарды мүмкін құрысулардан қорғайды.
Натрий мен калийдің болуы ананың жүрек қан тамырлары жүйесіне және баланың жалпы денсаулығына оң әсер етеді. Ал жүкті әйелдер пісірілген кабачкиді тұтыну керек. Бірақ маринадталған немесе қуырылған кезде көкөніс емізетін аналарға тек зиян тигізуі мүмкін. Кабачкидің емдік рецептері. Бірінші, қант диабеті кезінде. Қант диабетін емдеу үшін кабачки сүті деп аталатын өнім көмектеседі. 2 ас қасық құрғақ кабачки тұқымы ұсақ ұнтаққа ұсақталады. Оған жарты шай қасық гүлді бал қосылады. Қоспа жасыл түсті сүт алынғанша дейін 100 мл қайнаған суда ериді. Өнім күн сайын аш қарынға 2 рет қабылдау үшін дайындалады. Екінші, жүйке жүйесі бұзылуынан. 150 грамм кабачки тұқымдары ұсақталып, жарты литр арақ құйылады. Қоспаға 1 ас қасық жалбыз жапырағы, 1 шай қасық даршын қосылады. Бұл формада тұнба 3 апта бойы ұсталады және оны күн сайын шайқаған жөн. 3 аптадан кейін өнімге 4 шай қасық бал қосылады. Содан кейін қоспасы тағы 1 апта бойы тұндырылады. Дайын тұнбаны таңертең және кешке 1 шай қасықтан қабылдап отыру керек. Үшінші, водянка кезінде. Кабачки, қияр және қарбыз қабықтары табаға кесіліп салып кептіріледі. Содан кейін ұсақталып араластырылады. Тұнба дайындау үшін 300 мл қайнаған суға 1 ас қасық қоспаны салып қайнату қажет. Өнім дайын болғаннан кейін 1 сағат бойы тұндырылады. Содан кейін сүзіледі. Оны күніне 2 рет 50 мл-ден қабылдап отыру керек. Төртінші, қуықтың қабынуынан. 1 кесе кептірілген кабачки тұқымы бірдей мөлшерде қарасора тұқымымен араласады және сүт эмульсиясы алынғанша дейін кофе тартқышта ұнтақталады. Барлық массаны 600-700 мл қайнаған суға құйыңыз. Салқындағаннан кейін тұнба сүзіледі және 1 күн ішінде шамамен тең бөліктерге бөлініп қабылданады. Өскен кабачки тұқымдары таңғы ас алдында күн сайын 70-100 грамм қосымша дайындықсыз желіну керек. Тұқымның өсуі үшін оларды ылғалданған дәкеге немесе матаға жылы жерге шамамен 2 күн бойы табақтың үстіне салып қою қажет. Алтыншы, гипертониядан. 1 шай қасық балға 100 мл шырын пропорциясында кабачки шырыны балмен араласады және көрсетілген көлемде күніне 2 рет таңертең және кешке 2 апта ішінде қабылдап отыру қажет. Жетінші, ісіну және гинекологиялық қабыну кезінде. 100 грамм шикі кабачки қабығы немесе шамамен 70 грамм кептірілген қабыққа 1 литр су құйылады. Ол қайнатылады. Сосын оны термоста түні бойы қалдыру қажет. Содан кейін күніне 4-5 рет 1 стаканнан қабылдау қажет. Сегізінші, паразиттерге қарсы. 60 грамм тазартылып кептірілген тұқымдарға 200 мл қайнаған су құйыңыз. Оны баяу отта шамамен жарты сағат пісіріңіз. Содан кейін су ваннасында 2 сағат ұстап сүзгіден өткізіңіз. Күніне 2-3 рет кішкене бөліктерден ішіп отырыңыз. Зияны мен қарсы көрсеткіштері. Бірінші кезекте қарсы көрсеткіш жеке төзімсіздік болып табылады. Бірақ сонымен бірге бұл көкөніске аллергия өте сирек кездеседі. Мамандар асқазан ішек жолдарының ауруларының өршуі кезінде кабачкиді қолданған кезде абай болуды ұсынады. Кабачкиде С витаминінің көп мөлшері асқазанның шырышты қабығына теріс әсер етуі мүмкін. Сондықтан гастрит, панкреатит, колит кезінде шикі кабачки тұтыну ұсынылмайды. Сондай-ақ калийдің жоғары болуына байланысты кабачки калийдің шығарылуының бұзылуымен, созылмалы бүйрек жеткіліксіздігімен ауыратын адамдарға зиянды әсер етуі мүмкін. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.